Әңгіме басталмас бұрын, арнаға тіркеліп, жаңа хикаяларды бірінші болып тыңдаңыз. Мен ол үйге келін болып түскен күні-ақ жүрегім біртүрлі ауырлап тұрған. Бірақ оның себебін сол кезде түсіне алмадым. Жай ғана жаңа орта, жаңа өмір ғой деп өзімді жұбаттым. Тойдан кейінгі алғашқы таң. Көзімді ашқанда өз үйімде емес екенімді бірден сездім. Бөлме суық. Терезеден түскен бозғылт жарық көңілімді одан сайын жүдеткендей болды. Жанымда күйеуім, Айдос, терең ұйқыда. Ал менің көзіме ұйқы кірмеді. Орнымнан тұрып, бет қолымды жууға шықтым. Ас үйден ыдыс аяқтың сыңғыры естіледі. Қайыненем болар деп ойладым. Бірақ ас үйде кіргенде дастархан басында қайынатам Сәрсенбай отыр екен. Ол басын көтеріп, мені басымнан аяғыма дейін көзбен сүзіп шықты. Сол көзқарас, суық, қатал, бағалаушы. Ерте тұрдың ба? Деді ол, дауысы жұмсақ сияқты. Көрінгенімен астарында бір нәрсе бар еді. Я, ата, дедім қысқа ғана. Жарайды, келін болған соң ерте тұрғаным дұрыс. Бұл үйде тәртіп бар, деді де шайын асықпай ішіп отырды. Мен үндемедім. Сол сәтте оның әр сөзін емес, даусындағы билікті сездім. Өз үйімде жүргенде емес, біреудің ережесіне бағынышты адамдай тұрдым. Қайыненем кейін кірді. Ол кісі керісінше жылы көрінді. Қызым, шай іш, шаршап қалдың ғой, деді. Сол кезде іштей, бәрі жақсы болады деп ойладым. Қателескен екенмін. Алғашқы аптада бәрі сабырлы өтті. Бірақ күн өткен сайын бір нәрсе мазалай бастады. Қайынатам мені үнсіз бақылап жүрді. Не істесем де, көзінің қиығы үстімде. Келін, еденді былай жұма, дейді. Келін, шайды былай құй, дейді. Келін, күлме, дейді. Әр сөзі бұйрық сияқты. Айдосқа айтқым келді, бірақ ол. Әкем қатал адам ғой, үйренесің, деп қоя салды. Сол кезде ішімнен бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Мені түсінетін жалғыз адам осы деп ойлап едім. Бір күні кешке үйде ешкім болмады. Қайыненем көршіге кеткен, Айдос жұмыста. Мен ас үйде кешкі ас дайындап жүргенмін. Артымнан ауыр аяқ дыбысы естілді. Бұрылсам, қайынатам. Жалғызсың ба? Деді. Иә, дедім абдырап. Ол маған тым жақын келді. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Келін болу оңай емес, деді ол баяу. Бұл үйдің заңы бар. Оны білмеген келін ұзақтырмайды. Менің қолым дірілдеп кетті. Түсіндім, ата, дедім әрең. Ол үнсіз тұрып қалды да, кейін бұрылып кетті. Бірақ сол сәттен бастап, менің ішіме қорқыныш ұялады. Бұл жай ғана қаталдық емес екенін сездім. Түнде ұйықтай алмадым. Төбеге қарап жатып, өзіме сұрақ қойдым. Мен дұрыс жерге келдім бе? Бірақ жауап жоқ. Тек алда не күтіп тұрғанын білмейтін белгісіздік қана. Ал мен ол тозақтың енді ғана басталғанын білмеппін. Уақыт өткен сайын бұл үйдің ауасы маған тарылып бара жатқандай болды. Бәрі сырт көзге қалыпты. Таңертең шай, күндіз тірлік, кешке күйеуім. Бірақ сол қалыптылықтың астында мені тұншықтырып жатқан бір күш бар еді. Қайынатам. Ол маған айқайламайтын, қол көтермейтін. Бірақ оның үнсіздігі мен бақылауы кейде айқайдан да ауыр болатын. Қайда барсам да, қайда? Қашан келесің? Не үшін? Бірде анама телефон соққым келді. Қайыненем аулада жүрген, Айдос жұмыста. Телефонды қолыма ала бергенімде артымнан таныс дауыс естілді. Кімге хабарласпақсың? Селк етіп телефонды төмен түсірдім. Анам ғой дедім. Жиі сөйлеспе. Әйел адамға артық сөздің керегі жоқ, деді ол салқын түрде. Сол сәтте менің ішімде бір нәрсе қарсы шыққысы келді. Бірақ аузым ашылмады. Үндемеу аман қалудың жолы екенін сол үйде тез үйрендім. Айдос та өзгерді. Бұрынғыдай ашық емес. Кейде әкесінің қасында отырғанда мені көрмегендей болады. Айдос, дедім бір күні кешке. Маған қиын. Ол күрсінді. Сен бәрін ауыр қабылдайсың. Әкем жаман емес. Тек тәртіпті жақсы көреді. Сол сөз мені түпсіз тұңғиыққа итеріп жібергендей болды. Менің сезімім жоққа шығарылды. Күндер бір-біріне ұқсас. Кейде өзімді айнадан танымастай болдым. Көзімде қуаныш жоқ. Үнемі сақтық, үнемі қорқыныш. Қайынатам кейде тым жақын тұрып сөйлейді, кейде ұзақ қарап қалады. Сол көзқарастан денем тітіркеніп кетеді. Келін, сен тым нәзіксің, деді бірде. Бұл өмір сені сындырып тастамаса екен. Оның даусында біртүрлі қанағат бардай сезілді.
Сол сөзден кейін түні бойы жыладым. Жастығымды аузыма басып дыбыс шығармай. Бір күні ол менің бөлмеме рұқсатсыз кірді. Неге жинамағансың деді. Жинап қоям ата дедім. Қазір деді ол қатқыл дауыспен. Сол сәтте ішімде бір нәрсе жарылғандай болды. Мен де адаммын ғой деп сыбырлап қалдым. Ол тоқтап қалды. Маған баяу бұрылды. Бұл үйде сенің даусың шықпау керек деді суық жымиып. Мен үнсіз қалдым. Бірақ сол сәттен бастап ішкі қарсылығым ояна бастады. Бір күні қайынене маған ұзақ қарап отырды да, қызым, бірдеңе болып жүр ме деді. Көзіме жас келді. Бірақ айта алмадым. Айтсам, бәрі одан сайын қиындайтынын сездім. Жоқ апа дедім. Ол басын изеді. Бірақ оның да әлсіз екенін, бұл үйде шешуші сөз айтатын адам еместігін түсіндім. Сол түні өзіме уәде бердім. Мен бұлай өмір сүре алмаймын. Бірақ қалай? Қашан? Қайда? Ал ең қорқыныштысы, бұл тозақтың әлі шын бет бейнесін көрсетпеген еді. Бұл үйде кей сөздерді айтуға болмайтын. Шашадым, қорқамын, мен де адаммын. Осылардың бәрі тыйым салынғандай еді. Ал ең қауіпті сөз жоқ. Тыныштық. Бұл үйде тыныштық көп болатын. Бірақ ол жай тыныштық емес. Қысымға толы үнсіздік еді. Сағаттың тықылы да кейде айқай сияқты естілетін. Қайынатам таңертеңнен кешке дейін үйде, зейнетке шыққан. Ал мен үшін бұл үнемі бақылауда болу деген сөз. Келін отырма. Келін бос жүрме. Келін мынау неге бұлай? Мен күнде бір емтихан тапсырып жүргендеймін. Ал ол емтихан алушы. Бір күні кешке қайыненем ауылдағы туысына кеткен. Айдос түнгі ауысымда. Үйде екеуміз ғана. Мен ас үйде ыдыс жуып тұрдым. Артымнан оның келгенін сездім. Аяқ дыбысы тым жақын. Шаршадың ба деді ол. Жоқ дедім автоматты түрде. Өтірік айтпа, бетіңнен көрініп тұр деді де, қолын иығыма қойды. Сол сәтте бүкіл денем мұздап кеткендей болды. Бұл қол әкелік мейірімнің қолы емес еді. Ата, дедім әрең, мен өзім істей аламын. Ол қолмалды, бірақ күлді. Сен бәрін өзің істей аламын деп ойлайсың ғой деді. Бұл үйде бәрін мен шешемін. Мен үндемедім. Бірақ сол кештен бастап, оның жеке кеңістігіме еркін кіруі жиілей түсті. Айдосқа айтқым келді, бірақ қалай? Әкең мені қорқытады деу, сатқындық сияқты көрінді. Маған жақындады деу, бүкіл отбасым қарсы қою сияқты. Бір кеште ғана, Айдос, кейде әкең қатты қарайды дедім. Ол күлді. Ол кісі солай ғой, саған да үйрену керек. Сол күлкі менің жүрегімді бір жола сындырды. Мен жалғыз екенімді сол кезде анық түсіндім. Қайын атамның көзқарасы өзгерді. Бұрын қатал болса, енді иелік ететіндей болды. Бірде, келін, адам өзін таза ұстауы керек деді. Түсінбедім ата дедім. Түсінесің деді ол баяу. Сол сөз бірнеше күн бойы құлағымда жаңғырып тұрды. Түнде жуынатын бөлмеде айнаға қарап тұрдым. Өзімді танымаймын. Көзімде қорқыныш, бетімде үнсіз айқай. Мен бұлай өмір сүре алмаймын дедім сыбырлап. Бірақ сол сыбырдан басқа ештеңем жоқ еді. Бір күні ол тағы бұйрық берді. Келін, бөлмеме кел. Менің жүрегім қатты соқты. Бірақ алғаш рет, қазір емес дедім. Ол тоқтап қалды. Не дедің? Деді жай ғана. Кейін дедім. Оның көзі суып кетті. Сен өзгеріп барасың деді. Бұл жақсы емес. Мен сол түні жыламадым, қорқтым. Бірақ бір нәрсе анық болды. Менің ішкі шегім қозғала бастады. Мен білмеймін. Бірақ бұл үйде ұзақ қалсам, өзімді жоғалтатынымды білдім. Ал ең қорқыныштысы, қайын атамның сабырлы қалпы. Себебі сабырдың артында жоспар бар еді. Бұл үйдің қабырғалары қалың еді. Бірақ олар дыбысты емес, шындықты жұтып қоятындай сезілетін. Мен кейде ойлаймын, осы үйде менен бұрында керіндер болғар шығар. Олар не көрді, не сезді? Неге ештеңе айтпады? Сол түн есімнен кетпейді. Қайыненем қалаға кеткен. Айдос жұмыс бабымен 2 күнге жоқ. Үй тым тыныш, тіпті үрейлі тыныштық. Мен бөлмемде отырдым. Кітап оқыған болдым. Бірақ әр жол көзіме кірмейді. Сағат тықылы ғана естіледі. Кенет
Есік сықырлады. Ұйықтаған жоқсын ба, деді таныс дауыс. Жоқ, дедім. Ол бөлмеге кірді. Есікті жаппады. Бірақ сол ашық есіктің өзі мені құтқармайтынын сездім. Отыр, деді. Мен орнымнан тұрған жоқпын. Келін, деді ол дауысын бәсеңдетіп. Сен бұл үйдің тыныштығын бұза бастадың. Мен ештеңе істеген жоқпын, дедім. Істемей-ақ қоясың, деді ол. Бірақ ойыңды жасыра алмайсың. Ол маған жақындады. Мен артқа шегіндім. Артым қабырға. Қабырға суық еді. Артымнан тірек жоқ. Ал алдымда сол адамның көлеңкесі. Сен бұл үйде кім екеніңді ұмытпа, деді ол. Сен келінсің. Ал келін деген үнсіздік. Менің тамағыма өксік тығылды. Мен жамандық ойламаймын, дедім. Мен ойлаймын, деді ол. Сол сөзден кейін менің ішімде бір нәрсе үзілді. Бұл әке сөзі емес еді. Бұл билікке мас адамның сөзі еді. Ол маған қол тигізген жоқ. Бірақ оның жақындығы, тынысы, көзқарасы бәрі мені жаншып тұрды. Ертең бәрі бұрынғыдай болады, деді де кері бұрылды. Егер ақылды болсаң. Есік жабылды. Ал мен сол жерде ұзақ тұрып қалдым. Қозғала алмадым. Жыламадым. Тек тыныс алып тұрғаныма таң қалдым. Таң атты. Мен тірімін. Бірақ ішімде бірдеңе өліп қалғандай. Қайнатам таңғы асын ішіп отыр, әдеттегідей. Шай суық, деді. Мен шайды қайта құйдым. Қолым дірілдеп тұр. Қорықпа, деді ол кенет. Қорқыныш адамды әлсіз етеді. Сол сәтте мен түсіндім. Ол менің қорыққанымды қалайды. Күндер өтті. Мен бұрынғы мен емес едім. Күлмеймін, айтпаймын, тек орындаймын. Айдос келді. Мен оған қарап бөтен адамды көргенде болдым. Сағындың ба, деді ол. Мен басымды изедім. Бірақ жүрегім үнсіз жылады. Егер айтсам не болады? Егер сенбесе? Егер бәрі мені кінәласа? Сол сұрақтар мені тұншықтырды. Бір күні көрші әйел келді. Ол менің көзіме ұзақ қарап отырды да: «Қызым, сенің жүзің өзгеріп кетіпті», деді. Сол сәтте көзіме жас келді. Бір тамшы, бір ғана. Кейде үндемеу адамды өлтіреді, деді ол сыбырлап. Ол кетіп қалды. Бірақ сол сөз жүрегімде қалды. Сол түні мен алғаш рет жоспар ойладым. Қашу емес, айғай емес, дәлел. Мен бәрін есте сақтадым. Әр сөзін, әр қарағанын, әр түнгі тыныштығын. Өйткені бір күні бұл қабырғалар сөйлейтін болады. Ал ол күн жақындап келе жатқанын мен сездім. Үнсіздік менің ең үлкен қорғаным да, ең ауыр жазам да болды. Мен үнсіз қалдым, себебі қорықтым. Мен үнсіз қалдым, себебі сенгім келді. Бәрі өздігінен тоқтайды деп. Бірақ кейде үнсіздік адамды құтқармайды. Ол іштен өлтіреді. Сол күн таңертең ерекше тыныш басталды. Тіпті тым тыныш. Қайнатам дастархан басында отыр. Қайненем шай қиып жүр. Айдос қасында. «Бүгін келін біртүрлі ғой», деді қайнатам кенет. Соңғы кезде көзінде бұрынғы жылылық жоқ. Мен шайды ұстап тұрған қолының дірілдегенін сездім. «Шаршаған шығар», деді қайненем. «Шашау деген сылтау», деді ол. «Әйел адам өзін бақылауы керек». Сол сәтте менің ішімде бір дауыс қатты шықты. «Қазір айтпасаң, ешқашан айтпайсың». «Айдос», дедім. Барлығы маған қарады. «Не болды?» деді ол. «Тамақтан өтіп кеткенде болды, бірақ мен тоқтамадым. Мен бұл үйде өзімді қауіпсіз сезінбеймін», дедім. Үстел үстінде өлі тыныштық орнады. «Не дегенің?» деді қайнатам баяу. Мен даусым дірілдеп кетті. «Кейде қорқамын». «Кімнен?» деді ол. Мен оның көзіне тура қарадым. Алғаш рет. «Сізден, ата». Қайненемнің қолындағы кесесі сылдыр етіп қойылды. «Қызым, абайлап сөйле», деді ол. Ал қайнатам күлді. Жай күлді. «Міне», деді ол, «мен айтқанмын. Қазіргі келіндер шектен шығып кеткен». Айдос орнынан тұрды. «Не айтып отырсың?» деді ол маған. «Бұл не сөз?» «Бұл шындық», дедім. Мен ұзақ уақыт үнсіз болдым. Бірақ енді болмайды. «Сенің сөздерім отбасыны бұзады», деді қайнатам. «Ұят дегенді білмейсің бе?»
Ұят па, дедім. Ұят біреудің қорқынышын пайдалану. Қайненем жылады. Неге бұлай істеп отырсың, деді ол маған. Біз саған не істедік? Мен сол сәтте түсіндім. Шындықты айту, жалғыз қалу деген сөз. Айдос маған қарап тұрды. Оның көзінде ашу да, қорқыныш та бар. Сен кешірім сұра, деді ол. Бәрі бітеді. Сол сөз мені тік тұрғызды. Жоқ, дедім. Мен кешірім сұрамаймын. Себебі мен кінәлі емеспін. Мен бөлмеге кіріп, сөмкемді алдым. Қолым дірілдейді, бірақ ойым анық. Қайда барасың, деді қайнатам. Бұл үйден, дедім. Онда қайтып келмейсің, деді ол. Қайтып келмеу, бақыт болса, келсемін, дедім. Есіктен шыққан сәтте ауа басқа сияқты болды. Суық, бірақ еркін. Мен жыладым, бірақ бұл жолы қорқыныштан емес. Мен білмеймін, алда не күтіп тұрғанын. Бірақ бір нәрсе анық еді, мен тірі қалдым. Ал бұл оқиғаның соңы емес еді, бұл тек бастамасы. Есіктен шыққаннан кейінгі алғашқы қадамдарым әлі есімде. Аяғым жерге тиіп тұр, бірақ өзімді әлі де сол үйдің ішінде қалғандай сезіндім. Қорқыныш адамды бірден тастап кетпейді екен, ол артынан ілесіп жүреді. Анамның үйіне келдім. Есікті ашқан сәтте ол мені көріп, бірден бәрін түсінгендей болды. Қызым, деді де құшағына басты. Сол сәтте мен жылап жібердім, ұзақ, тоқтаусыз. Жылдар бойы ішімде жиналғанның бәрі көз жас болып ақты. Айт, деді анам. Үндеме. Бірақ айту оңай емес екен. Кей сөздер тілге емес, жүрекке байланған. Кейде, дедім ақырын, адамды ұрмай-ақ өлтіруге болады екен. Анам үндемеді, тек қолымнан ұстап отырды. Бір апта өтпей-ақ әңгіме тарады. Келін қашып кетіпті, ерін тастап кеткен. Әкесіне қарсы шыққан. Телефон шырылдайды. Таныс емес нөмірлер. Бірі ақыл айтады, бірі кінәлайды. Отбасы шыдау үшін, деді бір әйел. Әкендей адамға тіл тигізу, күнә, деді біреуі. Мен телефонды өшіріп қойдым. Қоғам шындықты емес, тыныштықты жақсы көреді екен. Бір кеште Айдос келді. Есіктің алдында ұзақ тұрды. Кіргенде біз екеуміз екі бөтен адамдай болдық. Неге бәрін бұлай істедің, деді ол. Себебі мен тірі қалғым келді, дедім. Әкем ауыр қабылдап жүр, деді ол. Ауырды, мен күлдім. Ащы күлкі. Ал менің ауырғанымды кім ойлады? Айдос үндемеді. Сол үнсіздік оның жауабы еді. Сен мені таңдамадың, дедім. Сен тыныштықты таңдадың. Мен екі оттың ортасында қалдым, деді ол. Жоқ, дедім. Сен біреуін таңдадың, ол кетіп қалды. Артына қарамады. Түнде ұйықтай алмаймын. Түсімде сол үй, сол қабырға. Сол көзқарас. Кейде өзімді кінәлі сезінемін. Мүмкін шыдай беру керек пе еді. Мүмкін тым сезімталмын. Бірақ сосын жүрегімде бір тыныш дауыс шығады. Жоқ, сен дұрыс істедің. Бір күні аудан орталығына бардым. Әйелдерге арналған кеңес беру орталығы бар екенін естігенмін. Кабинетке кіргенде жас әйел қарсы алды. Тыңдаймын, деді ол. Мен алғаш рет бәрін ретімен айтып шықтым. Айғайсыз. Жылаусыз. Тек шындық. Ол басын изеді. Сіз жалғыз емессіз, деді. Мұндай жағдай көп. Тек көбісі үндемейді. Сол сөз мені бір сәтке болса да жеңілдетті. Мен күнделік жаза бастадым. Әр күнді. Әр ойды. Әр қорқынышты. Жазған сайын өзіме қайта жақындай түстім. Мен әлсіз емеспін. Мен үнсіз болғанмын. Ал үнсіздік таңдау емес, амалсыздық еді. Мен әлі толық сауығып кеткен жоқпын. Кей түндер әлі де ауыр. Кей сөздер әлі де жүректі ауыртады. Бірақ мен бір нәрсені анық білемін. Мен артқа қайтпаймын. Ал өткен өмір. Ол мені анықтауға емес, мені үйретуге келген. Ұзақ уақыт бойы менің даусым тек ішімде ғана өмір сүрді. Ол сыбырлайтын, кейде жылайтын, кейде өзінен өзі өшіп қала жаздайтын. Ал бір күні ол сөйлеуді үйренді. Кеңес беру орталығына қайта бардым. Бұл жолы жалғыз емес екенімді сездім. Күту бөлмесінде отырған әйелдердің жүздері менің айнам сияқты. Бірі көзін төмен салған, бірі тым-тық қарап отыр, бірі үнсіз жылап отыр. Біз әртүрліміз, деді психолог әйел. Бірақ бастан кешкеніміз ұқсас. Сол күні мен өзімнен басқа тағдырларды тыңдадым. Біреуін күйеуінің ағасы қорлаған,
Біреуін қайын жұрты үнсіз жаншып келген. Біреуін ешкім тыңдамаған. Олардың әңгімесін тыңдай отырып, мен өзімді алғаш рет ұятты емес, кінәлі емес сезіндім. Менің жүріс тұрысым да өзгерді. Иығым сәл тік. Көзімде бұрынғыдай үрей жоқ. Әлі де сақтық бар, бірақ ол енді әлсіздік емес, тәжірибе. Анам кейде, «Қызым, сен өзгеріпсің» дейді. Иә деймін. Мен тірі қалып қана қоймай, қайта үйреніп жатырмын. Бір күні орталықта жиналыс өтті. Әйелдерге арналған шағын кездесу. Әркім өз еркімен сөйлейді. Мен орнымда ұзақ отырдым. Қолым тіземде. Жүрегім қатты соғады. «Кім бастайды?» деді ұйымдастырушы. Бір сәт үнсіздік орнады. Сол сәтте мен орнымнан тұрдым. Өзім де күтпедім. «Мен бастайын» дедім. Дауысым дірілдеді, бірақ тоқтамадым. Мен ұзақ уақыт бойы үнсіз болдым. Себебі қорықтым. Себебі сенбейді деп ойладым. Себебі отбасы деген сөз мені байлап тастаған. Бөлмеде тыныштық. Бірақ кейде отбасы деген қауіпсіздік емес дедім. Кейде ол түрме. Мен бәрін айтпадым. Айту да міндет емес еді. Бірақ сол аз сөздің өзі мені жеңілдетті. Кездесуден кейін әлеуметтік желіге қысқа ғана жазба қалдырдым. Аты жөнімді көрсетпей. Үндемеу шыдау емес. Қорқыныш тәртіп емес. Әйелдің тыныштығы отбасының абыройынан кем емес. Пікірлер әртүрлі болды. Біреулер қолдады, біреулер кінәлады. Отбасыны жамандама деді біреу. Шыдамсызсың деді біреу. Бірақ бір хабарлама жүрегіме жетті. Мен де дәл осылай өмір сүріп жүрмін. Сіздің жазбаңыздан кейін жалғыз емес екенімді түсіндім. Сол сәтте менің даусым енді тек менікі емес екенін түсіндім. Кей түндерде сол үй әлі де түсіме кіреді. Бірақ енді мен қашпаймын. Түсімде де тік тұрамын. Қайын атамның бейнесі бұрынғыдай үлкен емес. Ол кішірейген. Ал мен өскенмін. Мен енді бұрынғыдай өмір сүрмеймін. Үндемей жұтпаймын. Қорқынышты тәртіп деп қабылдамаймын. Менің өмірім біреудің билігі емес. Алда әлі қиындық бар. Сөз болады. Айыптау болады. Жалғыздықта болады. Бірақ бір нәрсе анық. Мен енді өз даусымды жоғалтпаймын. Кейде өмірдің ең үлкен жеңісі дауыс көтеру емес. Ең үлкен жеңіс ішімде тыныштықтың орнауы. Уақыт өтті. Айлар. Мен бұрынғыдай әр күнді санаумен өмір сүрмеймін. Таң атса шүкір деймін. Кеш түссе аман қалдым деймін. Бір күні сот ғимаратының алдында отырдым. Ішке кірмедім. Құжат та тапсырмадым. Бірақ сол жерде отырып өзіме бір нәрсені анық айттым. Мен өзіме сенемін. Әділет әрқашан қағазбен емес, кейде адамның өз ішінде орнайды екен. Ол хабарласты, ұзақ уақыттан кейін. Кездессек бола ма деді. Кездестік. Кафеде. Адамдар көп, қауіпсіз орта. Ол өзгеріпті, әлде мен өзгере түстім бе, білмеймін. Мен көп ойландым деді ол. Бәлкім бәрін басқаша істеу керек еді. Мен басымды изедім. Иә, бірақ өткенді өзгерту мүмкін емес. Кешіре аласың ба деді ол. Мен ойланып қалдым. Кешіру сен үшін емес, мен үшін керек. Сондықтан, иә. Бірақ бұл қайта оралу емес. Ол үнсіз қалды. Мен өзімді таңдадым дедім. Кеш қалған болса да. Бір күні ауылға бардым, бірақ сол үйге емес, қорымға. Әкемнің қабірінің қасына отырдым. Әке дедім сыбырлап. Мен әлсіз болмадым. Мен қорықтым. Бірақ бәрібір тірі қалдым. Жел соқты. Ағаш жапырақтары сыбдырлады.